Еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақовтың терактіден қаза тапқандар мен жараланғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ екенін айтты. Қазақстаннан Стамбулға ұшатын рейстер күні бойы тоқтатылған болатын. Кешкі 6-да қайта жанданды. Қазір халықаралық Ататүрік әуежайы жұмысын қайта жалғастырды. Айта кетейік, Ирак және Левант лаңкестік ұйымның қандықол содырлары шабуылдарды адам көп жүретін жерді ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Осы арқылы лаңкестер бейбіт тұрғындардың өмірін қиюмен қатар мемлекеттерді материалдық шығынға батыруда. Естеріңізде болса, 22 наурыз күні Брюссельдегі халықаралық әуежайда екі жарылыс болып 32 адам қаза тапқан еді. Шығын көлемі шамамен 90 миллион еуроға жеткен. Ал кеше Ататүрік әуежайында болған теракт 40-тан астам адамның өмірін жалмап қана қоймай, нысан ғимаратына да айтарлықтай зақым келтірген. Айта кетейік, Ататүрік әуежайы өткен жылы Еуропада ең көп жолаушы қабылдағандардың қатарында. Эти страны, где произошли теракты. Терактілер болған елдер таяу шығыста өздерінің саясатын жүргізіп отыр. Бұл Ирак және Левант лаңкестік ұйымының артында тұрған күштерге ұнамайтын болса керек. Олардың мақсаты Еуропа одағы мен Еуропаны бақылап отыру, сондай-ақ таяу шығысты хаос жағдайында ұстап отыру.